Я шәкірттер даярлау мектебін ашқаным рас. Ол Дала қуаты академиясы деп аталады. Яғни әрбір атау өзінің құндылығына лайықты болады. Бірақтан ол құндылықты жан жоқ, оны қозғайтын әрине жанның өзі болады. Ал енді бұл атауды алудың өзі және бұл жерге берілген құндылықты қозғаудың өзі мен үшін бір кеше немесе 5-6 немесе 13 жылдың ішінде шыққан дүние емес. Аллах тағалам сонау бала кезімнен бойыма қасиет берген екен сынықшылықты. Одан қала 24 жасымнан бастап нүктелі массаж жасадым. Одан қала Дала қуаты өнімнің авторы болдым. Онымен қала Дала қуаты сауықтыру орталығы, яғни бұның негізін қалаушы болдым. Яғни мен өзімнің 24 жастан бастап келе жатқан қызметімнің қазіргі өмірге алып шыққан жай ғана ісі болған жоқ. Сондықтан сіздер дұрыс түсінгендеріңіз абзал. Я, менің парақшамда сыртымнан сөз кетіп жатыр, сын кетіп жатыр, ол өте жағдай дұрыс. Оны мен қызғаныш деп қабылдамаймын. Себебі әр адам өзінің құндылығына ғана лайықты өмір сүреді. Әр адам өзінің ішкі дүниесімен ғана өмір сүреді. Я, кітап, көру, оқу, іздену, бұның барлығы өзіңнің бойыңа берілген қасиетке себепші дүниелер. Сен ол жерден ішіңдегі нәрсеге жетілмей тұрған нәрсені ғана толықтыруға оқисың, барасың, білесің, үйренесің. Ал менің бойымдағы күш сізге шығып жатқан, ол Алладан келінген нәрсе. Соны дұрыс түсінгеніңіз абзал. Я, сиқырлы жан емеспін, бір нәрсені арбайтын жан емеспін, алдайтын жан да емеспін. Яғни бойыма берілген күшті уақытымен, уақытқа серіктесе отырып, асықпай, өзім бірінші оның құндылығының барлығына көз жеткізгеннен соң ғана мен қазір шәкірттерге ұсынуға өзім бел байладым. Мінекей осы 26 жылдың июнь айынан бастап Алланың қалауымен шәкірттерді даярлауды бастадым. Сонымен қатар қазіргі бір 3 айдың ішінде оны да бақылап, қазір тап түгелдей өзімді массаж саласынан алып шығып, яғни Дала қуаты сауықтыру орталығында қалдырмай бірге ала отырып Дала қуаты академияма қызметке шықтым. Ол жерде қазір мен ұстаздыққа шығып отырмын. Сіз маған келген кезде тек массажды ғана үйренбейсіз. Тап қазір бойымдағы қасиетті мен 5 салаға бөліп отырмын. Оның бірлеп айтатын болсам сізге, біріншісі әрине ол массаж саласы. Сіз массажды нөлден үйренесіз бе, жасап жүрсіз бе, оны тереңірек дамытқыңыз келеді ме? Әрине келіп оқуыңызға болады. Педагогсыз ба? Қаншама жылғы немесе жасай алмай жүрген. Бұны да мен сырт тастамаймын сіздің еңбегіңізді, неше жылғы тәжірибеңізді. Оның барлығын құндылыққа айналдырып, өзіңіз жеке жұмыс жасайтын дамушылығыңызға дейін себепші болуға келуге болады. Медиксіз ба? Әрине келуге болады. Бұл жерде медиктер массаж да бола алады, немесе өзінің қаншалықты тәжірибесін, яғни адамға байланыстыруға, қызмет жасауға, дамып оқуыңызға болады. Сонымен қатар өзіңізді түсініп, өзіңізді танып, өз орныңызды біліп, өзіңізбен жұмыстану қызметінде үйренуіңізге болады. Ол әрине психолог деп айтады. Мінекей, оны да үйренсеңіз болады. Соңғысы, яғни өзіңіздің бойыңыздағы Алланың берілген қаншама қабілеттіліктерін топтастырып, оның орнына қойып, өзіңізді танып, өз жүйеңізбен кәсіптік жүйеге айналдырғыңыз келетін болса, әрине келуіңізге болады. Барлық салаға ең бірінші менің басты мән беретін құндылығым сіздің бойыңызға берілген қасиет, қабілет, даналық, даралық, тұлғалығыңызды бірінші өзім анализ жасап өтемін. Сізбен сөйлесе отырып. Сосын сіздің сол шыққан өзіңіздегі қабілеттілікті өзіңіздің игеруіңізге қарай мен бағыт жол көрсетемін. Яғни өз орныңызда. Одан кейін сізге тұлға қалыптастыруға білім беремін. Содан кейін барып сізді маман, одан кейін барып мамандықты құндылығымен бағалай отырып, кәсіптікке шығу жолды сізге үйрететін болады. Бұл академия, яғни өзімнің Дала қуаты академиям жай ғана дүниемен жұмыс жасамайды. Ренжімеңіздер. Сол үшін алдын ала менің мастер-классыма, 3 күндік мастер-классыма келіңіз. Мен кіммін? Айтып отқан сөзіме лайықты жанмын ба? Ісім лайықты ма? Және
менің айналама келген ауа, менімен шығып жатқан ауа сіздің кеңістігіңізге жайлы ма? Сіз сол жерде өзіңіздің қандай да бір керектігіңізді ала аласыз ба? Бірінші осыны бақылаңыз, асықпаңыз. Мама тұлға болу ол бір дүние. Тұлғалықтан кейін маман болу екі дүние. Оның құндылығы мен бағасын реттеп алу үшінші дүние. Төртінші барып ол кәсіпке айналатын дүние. Міне, осы нәрсенің бәрін сіз менің 3 күндік мастер-классымда бақылай аласыз, біле аласыз, түсіне аласыз, ұғына аласыз. Сондықтан мен сіздерді ең бірінші тікелей менің сабағыма келіңіз, академияма түсіңіз демеймін. Келіңіз, бірінші менің мастер-классымнан өтіңіз. Әрине, осы видеоны көріп отырсаңыздар, Алла разылығы үшін тарқатыңыздар. Себебі мен халқым үшін ғана жасалып отырған дүние. Мен бір дүние қуып жасап отырған жан емеспін. Тарқатыңыздар, бөлісіңіздер. Бұның өзі бірінші сауаптыққа жатады. Неге? Сіз өзіңіз оқымасаңыз да, өзіңіз секілді бір адамды тұлға қылсаңыз, сіздің қаншама ғанибеттілігіңіз ашылатынды мен кепілсіз айта аламын. Себебі мына сөйлеп отырған сөздің өзі, жасап отырған еңбектің өзі, шығарып отырған бойымдағы күштің өзі Алладан ғана келген екен, сізге тағы айтамын. Сондықтан халқым, елім, жұртым толық түсінгендеріңіз әрине абзал.